Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ерекше дизайндағы бомбонерканы жасайтын боламыз. Бұл бомбонерка қарап тұрсаңыздар сәукелеге ұқсайды, сәукеле тәріздес бомбонерка деп те атаймыз. Бұл бомбонерканың жасалу жолы өте оңай, сондықтан да жасап үйреніп алыңыздар. Кез келген мерекелеріңізде дастархандарыңызға көрік беретін болады. Бұл бомбонерканың ішіне қараңыздар, молынан кәмпит сияды, қараңыздар. Ішіне тек қана кәмпит емес, басқа да сыйлықтарды салсаңыздар болады. Іші өткені сыйымды. Ал осы бомбонерканың размерін сіздер өздеріңіз қалаған өлшемде жасасаңыздар болады. Мен қазір сол мен жасаған өлшемді сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан да көп созбай бастайық. Біздің сәукелені жасау үшін бізге фетр матасы керек, және де осындай глиттерный фоамиран керек. Негізі бірден толығымен осы неден жасасаңыздар болады, фетр матасынан жасасаңыздар болады. Астында, үстіңгі қақпағында. Ал қазір әдемілік үшін мен мынандай глиттерный фоамиранмен жасайтын боламын. Қалыңдығы 2 миллиметрлік. Сондықтан да қазір таңдау өз еріктеріңізде қандай матадан жасау. Ал мен сіздерге өлшемдерін айтаймын. Астыңғы бөліктің, фетрдің негізгі өлшемі, диаметрі 11. Айналған кругтың диаметрі 11. Ал глиттердікі 13. Мінекей қараңыздар, 2 сантиметрге үлкеніректеу. Ал мына ұзын жолақшаларды міндетті емес, 44 па 44 етіп алу. Өйткені біз қазір жұмыс барысында артығын қиып тастаймыз. Мен бұны тек ұзын етіп қиып алған едім, астыңғысында, үстіңгісінде көрдіңіздер ме, екеуінің ұзындығы әртүрлі. Ол қазір бізде артығымен қалады, сондықтан да мен оны алып тастайтын боламын. Бұның енін айтып жіберейін. Ені глиттердікі 6, ал фетрдікі 5 сантиметр, қараңыздар. Неке? Ұзын жолақшалардың размері ендері 5 және 6. Үстіңгі қақпағыныкі сәл 1 сантиметрге үлкен. Ал енді неден бастаймыз, қараңыздар. Астыңғы бөлікті сызып алсаңыздар 11 етіп, енді шетінен, осының шетінен 3 миллиметр қалдырып, айналдыра сызып аласыздар. 5 миллиметр етіп сызбаңыздар, ол көп болады. Тек қана 3 миллиметр етіп, көзбен де істеуге болады. Көзбен айналдырып сызып, мен просто сіздерге былайынан көрсетейін, содан кейін өзім қолмен сызып кететін боламын. Ал қараңыздар, бұл бізге көмекші сызықтар. Осыны айналдырып қосып шығамыз. Бірден көзбен де сызып алсаңыздар болады. Бас кезінде осындай, егер әдемілікті қаласаңыздар, онда асықпай осылай өлшеп алыңыздар. Бірақ қатты баспаңыздар, жарай ма? Себебі ішінен көрініп тұруы мүмкін ручканың іздері. Өшірілетін ручкамен сызсаңыздар болады. Мінекей, ізін қалдырып алдым. Ендігі кезекте ыстық клеймен жұмыс жасаймыз. Әзірге глиттерді қоя тұрайын. Бізге негізгі фетр матасы керек. Осының шетіне жіңішке етіп клей жағамыз. Осыны қазір айналдыра клейттеп шығамыз. Бірінші басып ұстатып алыңыздар. Фетр мен фетр бір-біріне жақсылап жабысқандай. Егер де шетінен клей шығып кетіп жатса, бірден алып тастап отырыңыздар, қолмен жақсы ма? Шықпас үшін сәл ғана аз-аздап жақсаңыздар, жеткілікті. Жаңағы сызып алғанның бойымен жіңішкелеп жағып отырасыздар. Осыны айналдыра жапсырып аламыз. Енді соңында артығын алып тастағаннан кейін шеттерін жапсырамыз.
Ал мінекей қыздар, қараңыздар, астыңғы бөлігін жасап алдық, қараңыздар, жақсылап жабысты, шеттері де жабысты. Ендігі кезекте үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Үстіңгі бөлігін ең алдымен қараңыздар, мына глиттердің ортасын тауып аласыздар. Тең ортасын тауып алу керек. Ал қыздар, тең ортасын тапқасын, ортасын нүктемен белгілеп аламыз. Содан соң ұзын глиттерімізді алып ораймыз. Бізге қанша ұзындықта керектігін білу үшін. Артығын қиып тастаймыз. Үстінде негізі фетрдан жасай берсеңіздер болады. Өйткені сыртын әшекейлегенде жұмысыңыз өте әдемі болатын болады. Кез келген материалдан жасасаңыздар. Ең бастысы асты фетрдан жасаңыздар, себебі асты нық болу керек. Егер глиттерден жасасаңыздар, сәл глиттер былжырақ қой. Былжырап тұрады, сондықтан да астына ол жарамайды. Ендігі кезекте артығын алып тастадық. Енді осы дөңгелекті осы глиттерға айналдыра жабыстырамыз. Тағы да клейімізді жіңішке етіп жағамыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, айналдыра жабыстырып алдық. Мінекей қараңыздар, жетпей тұр ғой. Сол жерден енді мына жаңағы қойып алған нүктеге қартай қиып алып тастаймыз. Ал мінекей артығын алып тастадық. Енді кезекте мінекей үстіне объем беріп, шеттерін жаңа 1 сантиметрде артық алып қалдық қой жабыстыруға. Соны үстіне келтіріп, осылай жабыстыратын боламыз. Мінекей бұлайынан. Ең алдымен астын жабыстырып алыңыздар. Ал қыздар, қараңыздар, мінекей үсті де дайын болды. Жақсылап астын, үстін жапсырдық. Ендігі кезекте осы үстіңгі бөлігін сәндейміз. Оны кез келген әшекейлермен сәндесеңіздер болады. Қолда бар дүниемен сәндесеңіздер болады. Ең соңғысы үстіне үкін орнатамыз. Енді қараңыздар, кигізіп көрейік. Мінекей. Ал міне, қараңыздар, оңай киіліп, оңай шешіледі. Енді шетін айналдыра әдемілейік. Ал қыздар, енді кезекте қобдишамызды сәндейміз. Кез келген фурнитурамен сәндесеңіздер болады. Бұлар метражный сатылады ғой. Соның мен осылай 3 бөлік етіп қиып алдым. Ортасына орнатуға осындай, мінекей, бұл да метражбен сатылады. Және де үкіні осылайынан бөліп аласыздар. Ұзын үкі болады ғой. Содан осылай жұлып осылайынан тарап аласыздар, жақсы ма? Бір үкіден бірнеше сәукелеге жеткізетін боласыздар. Ендігі кезекте мінекей артқы бір-біріне жабысып тұрған жерден бастап осыны айналдырамыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, айналдыра әдемілеп сәндеп алдық. Енді осы бомбонеркамыздың алды қай жер екенін көрсету үшін осы алдына бір әшекей қойсаңыздар болады, немесе тойдың иесіне байланысты атын жазып қойсаңыздар да болады. Мен осындай фурнитурадан қоям қазір.
мінекей бұна тігісінде негізі немен әдемілеп қойсаңыздар болады. Осының осылайынан кесіп алып бір неге тігіске әдемілесеңіздер де болады. Ол артықшылық етпейді. Ендігі кезекте үкіні қоямыз. Осылай үкілерді жинастырып аласыздар бір-біріне. Қазір мен мына алынғандардан қояйын. Өте көп талдап керек емес, 2-3 талдан жеткілікті. Осылай клей жағып, бір-біріне шапсырып алыңыздар, үкі қозғалып кетпегендей. Артық жерін алып тастаймын. Неге түзеулеп алдым. Енді қазір артығын алып тастайық. Ендігі кезекте мына крышкасынан сәл ғана қиып тастайсыздар. Төбе жағын үкі сыю үшін. Ал неке қараңыздар, кесіп алдық. Енді осы үкіні осыған жапсырамыз. Үкіні кіргізесіздер. Содан кейін міндетті түрде мына ішкі жағына клей жағасыздар. Содан кейін сол клейдің үстіне тағы бір екінші осындай фоамиранды алып жапсыратын боламыз. Ана үкі көрініп тұрмағандай. Енді осыны жақсылап ұстап тұрыңыздар, жабысқандай. Ал мінекей қараңыздар қыздар, іші барлығы жақсылап әдемілеп өңделді. Үкіміз жабысты. Ал енді үстіне кигізіп, мінекей жұмысымызды тамашаласақ болады. Ал қыздар, егер де жұмыс барысы ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана келесі сабақта кездескенше.